Қожанасыр қазаққа қайдан келді? Кей мағлұматтарда Қожанасыр 1208 жылы Түркиядағы Севрихисар жанындағы Хорту ауылында туғаны жазылған. Кейін Конияға өтіп, білімін жетілдірген. 1237 жылы Ақшехирде әйгілі сопы ғалымдардан, соның ішінде сол кездегі ең танымал ұстаз Сейд Махмуд Хайраниден сабақ алған екен. Бүгінде Ақшехирде Қожанасырмен бірге ұстазының да мазары бар. Профессор Сайым Сакауолының айтуынша, Қожекең расында Севрихисарда туып, сол жерде молдалардан білім алып, кейін әкесінің жолымен балаларға білім берген. Сол жерде үйленеді, сол жерде үлкен қызы тұрмысқа шыққанға дейін тұрған екен. Қазір Севрихисарда Қожекеңнің үйі бармыз. Ол үйдің осы уақытқа дейін қалай сақталғаны және ол расында Қожекеңе тиесілі ме, ол жағынан жазба деректер әрине жоқ. Дегенмен, Севрихисарлықтар жыл сайын Қожанасырдың туған күнінде фестиваль ұйымдастырады. Туристерді тарту үшін осы алға тартады. Оның ішіне Қожекеңе тиесілі деген бірнеше жазба кітаптар мен суреттер қойылған. Қожанасыр аты күллі түркі даласына тараған есім. Тек түркі әлемі ғана емес, Қожекең әзілдері Еуропаға да жеткен. Содан болар, түркі халықтарының арасында бұл тұлғаға деген талас жүріп жатады. Біреулер Қожекеңнің әзілдерін өз ұлтымен байланыстырса, енді бірі Қожанасырға тиесілі мазарларды алға тартады. Қалай болса да, Қожанасыр бір ұлттың арнасынан асып, аты күллі әлемге мәшһүр болған әзіл оспақшы, философ, ғалым. Бүгінде Қожанасырдың ғалым болғандығы туралы зерттеу еңбектерін Еуропадан табуға болады.